Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін баса кетіңіз. 30 жастағы ер адам мектептің ауласында асылып қалған. Марқұм психиатриялық диспансерде есепте тұрған. Өзбекстанның астанасы Ташкент қаласында мектеп ауласында ер адам өз-өзін ағашқа асып қойған деп хабарлайды Айқын.кз. Қазинформ елдің бас прокуратурасына сілтеме жасап жазғандай, бүгін 20 желтоқсан сағат 7:45-те 1992 жылы туған ер адам Мырза Ұлықбек ауданындағы номер 248 мектептің артындағы ағашқа асылып өз-өзіне қол жұмсаған. Марқұм психиатриялық диспансерде есепте тұрғаны, бұған дейін де бірнеше рет өз-өзіне қол салуға әрекет жасаған анықталды. Қазіргі таңда Мырза Ұлықбек аудандық прокуратурасы аталған факті бойынша тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.